Қайырлы күн достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін өздеріңізбен ерекше беляши әзірлейтін боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен жылы сүтімізді құйып, оның үстінен құрғақ ашытқы, сұйық май, татымына қарай тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Алдын ала илегіштен өткізілген ұнымызды салып, өте жұмсақ қамыр илеп, яғни қамыр ашытамыз. Илеген қамырымыз осындай жұмсақ болу керек, және осын бетінен пищевая пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше 1-2 сағатқа қоямыз. Оған дейін салмасын әзірлейтін боламыз. Фаршымызға кубиктап туралған жаңағы пиязымызды саламыз, тұз, бұрыш саламыз, және осыларды жақсылап араластырамыз. Ашыған қамырымызды жақсылап бір қайтарып аламыз. Ұнның болмаса сұйық майдың көмегімен үстелімізге осы қалпында жайсаңыздар да болады. Болмаса мен сияқты 2 бөлікке бөліп алып жайсаңыздар болады. Мен сұйық майдың көмегімен осылай жайып алдым, және кесе болмаса стакан, сондай шеңберлі жаңағы ыдыстармен осылай дөңгелекше етіп ойып аламыз. Қисық болып тұрған қамырларды зуалап қоямыз. Оны да келесісінде оны да жайып жаңағы осылай шеңбер етіп қоямыз. Біздің қамырымыз шли чұқада қалында болмау керек. Осындай видеодағындай орташа болуы тиіс. Салмамызды ортасына салып, бір қамырды екінші қамырмен біріктіріп отырып, ортасын ашып, осындай беляшидің пішінін келтіріп жасаймыз. Айта кететін маңызды жайт, сұйық майға, қызып тұрған сұйық майымызға салған кезде тағы жаңағы біріктіріп алып саламыз. Себебі қатты ашылып кетуі мүмкін. Майымызды қыздырып алдын ала орташа отта аузы ашық жағын алдына қаратып, осылай бірінші қуырып аламыз, және ас қасықпен беляшиіміздің жаңағы ашық жағына майды құйып отырып, осылай қасықтың болмаса басқа да құралдардың көмегімен қызарған жаңағы беляшиімізді асты үстіне қаратып пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі тойымды ерекше беляшиді жасап көріңіздер достар. Және каналыма егер тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Меруерт. Келесі кездескенше сау болыңыздар.